Сәлем достар, менің есімім Нұрай Қабжанова, YouTube арнама қош келдіңіздер. Және бүгінгі видеода мен сіздермен қазіргі біздің қоғамда кездесетін жастардың арасындағы, кейде ересектердің де арасында кездесіп жататын проблеманы көтеріп талқыға салғым келіп отыр. Ол өзіңді өзгемен салыстыру. Иә. Білмеймін, қазір заман сондай ма, қоғам сондай ма, бірақ біздің ер жігіттерге де, қыздарға да сенің жасың 20-дан асса болды, уже сенің машинаң, үйің, күшті фигураң, бала-шағаң, байың болмаса, сен чортсың деген сияқты бір сондай бір ұстаным ба, бір осы бір тенденция жүріп жатқан сияқты. Хотя ол норма емес. Сенің прикинь, жасың енді 20-дан асты. Бәлкім сен енді оқу бітіріп жатуың мүмкін, немесе оқудың ортасында жүруің мүмкін, я, 2-ші курс, 3-ші курс, немесе енді оқуға түсіп жатуың мүмкін деген сияқты. Әркімде қазір әртүрлі период болып жатыр ғой, бірақ жасыңыз 20-дан асып кеткен. Но сіз жүресіз, ой, блин, мен жасым 20-дан асып кетсе де мен ананы істеуім керек, үйтуім керек, мамама машина алып беруім керек, папама машина алып беруім керек, әйтпесе мен чортпын, өзіме алуым керек, анау мынау деген сияқты. Я, ол дұрыс, алдыға ұмтылу дұрыс, всегда ұмтылу керек, жақсылыққа ұмтылу керек, өміріңді жақсартуға, базовый потребностьтарын жабуға ұмтылу керек, бірақ өзіңді ол үшін өзгемен салыстырудың керегі жоқ. Көп қыздардан байқаймын, мен өзін өзгемен салыстырамын деп, өзін ұмытып кетіп жатады да. Тек ана адамның, салыстырып жатқан адамның тек күшті жақтарын, мықты жақтарын, жеңіске жетіп жатқан жақтарын ғана көреді, үстіндегі қаймақты, сүттің бетінде қаймақ болады, сол сияқты үстінде қаймақты көреді, ал оның түбіндегі нәрсесін көрмейді да. Ол адамның өзінің минустары болуы мүмкін, ол адамның өзінің жетістікке жету жолындағы белгілі бір қиындықтары болуы мүмкін деген сияқты. Сөйтеді ана адамның үстіне қаймақты көреді, өзінің мына жақтағы тек минустарын ғана көріп салыстыра береді ғой. Сондай, логика сондай. Салыстырғанда да айналайындар-ау, нормально, дұрыс жағынан салыстырсаңдаршы. Нет, ана адамның плюсын ғана көресің, ал өзіңнің минусыңды ғана көресің. Ол дұрыс емес, ол издевательство над собой, реально издевательство. Өздеріңе талап қойып тастағасыңдар да, көп жастар сондаймыз ғой, енді талап қойып тастағанбыз, как будто жасымыз 20-дан асқаннан кейін бұл біздің уже бүкіл нәрсеміз жабылу керек, бүкілі бізде болу керек, хотя өмір енді басталып жатуы мүмкін да. Біреу ажырасып жатуы мүмкін, біреу енді оқуға түсіп жатуы мүмкін, біреу оқуының жартысында жүруі мүмкін, біреу шетелге кетіп жатуы мүмкін деген сияқты. Әркімнің өзінің жолы бар. Қазір мен, как обычно, айпадымды алып көрсетейін, сіздерге жазып, сызып. Әркімнің бізде достар бұл өмірде өзіндік жол бар. Көрініп тұр ғой, күннен көрінбей тұрған сияқты шағылысып. Мынау Майра делік, Сіздің есіміңіз Майра. Жасыңыз 23-те. Сіздің тиген байыңыз жоқ, тұрмысқа шыққан, бәлкім жігітіңіз де жоқ болуы мүмкін. Өзіңіздің ойыңызша, әлі жеткен жетістігім жоқ, үйім жоқ, машинам жоқ, мен не істеп жүрмін деп өзіңізді өзгелермен салыстырып жүрген Майра болуыңыз мүмкін. Бірақ енді Майраның жолын қараңыз. Майраның жолы мынандай әртүрлі да. Яғни бір кезде взлеты, падение дейді. Бәлкім сізде әлі сондай период болып келіп жатыр мүмкін. Әлі сіз опыт жинап жатқан этапта жүруіңіз мүмкін. Сіз әлі прайм эраңызға келмеуіңіз мүмкін, жетпеуіңіз мүмкін. Бәлкім сіздің прайм эраңыз 25 жаста басталатын шығар. Міне. Сіздің өзіңіздің прайм эра болатын уақытыңыз болады, накопительный опыт жинайтын уақытыңыз болады, және ол әркімде әртүрлі. Біреуде бірден 20-дан астыма уже прайм эрасы басталып кетуі мүмкін деген сияқты да. Өзінің жаңағыдай күшті мүмкіндіктер шығып алдынан дегендей ғой, енді әркімнің ұмтылысына да байланысты. Бұл жерде жатып алып ондай прайм эраны күту деген тема жоқ. Бірақ та сіз жасап жатсыз, күнделікті әрекеттеріңізді жасап жатсыз, бірақ та сіз әлі жасап жатып белгілі бір көзге көрінетін жетістікке жетпесеңіз, значит сіз не істеп жатсыз деген сөз, опыт жинап жатсыз деген сөз. Әлі тәжірибе жинау үстіндесіз. Сіздің прайм эраңызға әлі келетін уақыт болады, тек оны күту керек. И бірақ та сөйтеді, не істейді? Майра барады да өзін вообще бір, допустим, тағы бір қызбен салыстырады. Айдана, мысалы. Айдананың жасы, мәселен, 20-да дейік, Прикинь, Майрадан жас. Сөйтеді, бұл не істейді? Бір жыл папасына машина береді, 2-ші жыл мамасына машина береді, 3-ші жыл өзіне үй алады, 4-ші жыл мынандай алады, 5-ші жыл мынандай алады деген сияқты. Бұның өзінің жолы бар да, Айдананың өзінің жолы бар. Өзінің күнделікті жасап жатқан әрекеті бар, өзінің күнделікті жасап жатқан дүниесі бар деген сияқты да. Видите? Но бұл жерде мына жолға қараңыз, мына жолға қараңыз, екеуінің жолдарың екі түрлі ғой. Куда ты торопишься, Майра?
Қайда асығып атсың Майра деген сұрақ бұл жерде. Сенің өзіңнің жолың бар ғой, неге сен мына адамның жолына қарап, Айдананың жолына қарап, неменеге сен өзіңді іштей жегідей жеп, малың шығып отыр? Адам өзінің жолымен жүріп отыратын болса, өзіне өмірден берілген сабақтарды өзіне белгілі ғана, сабақтарды өтетін болса, бұл адамда ешқашан кешігу, немесе ерте жету деген нәрсе болмайды. Ты на своем пути никогда не опаздываешь, ты на своем пути всегда вовремя. Сен өзіңнің жолыңмен уақытында жүресің, уақытылы. Міне, сенің өзіңнің жолың бар. Және сол жолыңа үңіл. Бұл сіздің жасауыңыз керек бірінші қадам. Түсініңізші, Құдай екеуіңізге екі түрлі адамсыз, екі түрлі жаратылыссыз. Мына сізге қарап, мынаны жаратқан жоқ, мынаған қарап сізді жаратқан жоқ. Екеуіңіз де құндысыздар, екеуіңіз де бұл өмірге керексіздер. Айдана да керек, Майра да керек, мен де керекпін, сіз де керексіз. Бәріміз мына өмірге керекпіз. Керек болғаннан кейін Құдай бізді әртүрлі жолмен жаратты. Әртүрлі бізге өмірлік сынақтар, сабақтар дайындады, және сол сабақтармен бірге оның шешімдерін де параллельно беріп қойды. Ал сіз келесіде өзіңіздің өміріңізге, мына әдемі жолыңызға үңілудің орнына, мынаның өміріне барып қарай бересіз. Хотя сіз білмейсіз ғой, бәлкім бұл Айдананың кішкентай кезінде не болғанын білмейсіз, үлкен кезінде не болғанын білмейсіз. Яғни сіз қазір примерно Айдананың жүріп келе жатқан жолын көріп тұрсыз, ал сіз оған дейінгі жолды көрмей тұрсыз. Мына жақтағы жол неизвестно, вы не знаете Айданамен не болғанын, қалай бұл жетістікке жетіп жатқанын сіз білмейсіз. Сіздің өзіңіздің ғана жолыңыз бар, өзіңіздің жолыңызға ғана үңілуіңіз керек. Осынысымен әдемі болады өмір. Енді екіншіден, мына өзіміздің әдемі жолымызға қалай көңіл бөлеміз, қалай үңілеміз. Екінші жасауларыңыз керек қадам, өзіңізді өзгелермен салыстыруды доғару үшін, ол мына мықты тұстарыңызға фокус қою, мықты тұс. Бәрімізде мықты тұс бар. Опять-таки айтып өтейін. Айданада жоқ мықты тұс, сізде болуы мүмкін. Айданада жоқ нәрсе Майрада бар, Майрада жоқ нәрсе Айданада бар. И знаете, почему Айдана жетістікке тезірек жетіп жатыр сізге қарағанда? Өйткені Айдана сіз сияқты өзін өзгелермен салыстырып отқан жоқ. Салыстырған күннің өзінде де ол Айдана өзінің мықты тұстарын ұмытпайды. Ал көп адам өзін өзгелермен салыстырғанда не істейді? Мына мықты тұстарын ұмытып кетеді. Айтып тұрмын ғой, бағана видеоның басында айтқандай, өзінің минус жақтарын ғана көріп тұрады, ана адамның тек плюс жақтарын көріп тұрады. Это неправильно, это очень даже плохо. Енді қараймыз. Екі адамның суретін салайын. Міне, екі адам, екі түрлі адам, екі түрлі жаратылыс, екі түрлі ат, екі түрлі тағдыр. Мына адамның өзінің белгілі бір өмір сүретін шеңбері бар, мінезі бар, мінез құлқы бар, мықты тұстары бар, өмірлік сабақтары бар. И мына адамдікі бөлек. Екеуі екі бөлек. Енді сенің қандай мықты тұстарың болуы мүмкін? Бәлкім сен дисциплинасы мықты адам болуы мүмкін. Бәлкім сен өте ақылды адам болуы мүмкін, математиканы шарит ететін. Бәлкім сен өте, білмеймін енді, тапқыр болуы мүмкін. Кез келген ситуациядан күшті выходтар тауып кетесің деген сияқты. Тағы да ақылды болуың, әдемі болуың мүмкін дегенде ғой, енді өзіңнің әдемі фигураң бар деген сияқты. Міне сенде осыншама қаншама мықты тұстарың бар, бірақ сен аласында мына адамның сол жетістігімен салыстыра бересің ғой соны. Мына адамның өзінің де мықты тұстары бар бұның. Күшті переговорщик болуы мүмкін, переговорщик, міне осындай түрлі тұстары болуы мүмкін. Ол өзінің тұстарын дұрысынан пайдаланып жатыр. Ал сенің мына тұстарың қайда қалды сонда? Міне мына әдемілік, тапқырлық. Неге сен соны өмірде қолданбайсың? Неге сен өзіңнің мықты тұстарыңа фокус қоймайсың? Сен мына адамның күшті переговорщик болғанына қарап тұрсың да, өзіңнің дисциплинаң мықты екенін ұмытып кетіп тұрсың ғой сен. Понимаете? Бұл адам өзінің переговор мықты қабілетті, жаратылысы, оратор, сондай күшті сөйлейтін адам екендігіне қарап, сен өзіңнің қандай әдемі немесе тапқыр адам екеніңді ұмытып кетіп жатсың ғой. Элементарно. Өздеріңді салыстырсаңдар да, нормально салыстырсаңдар, үйтіп ойбай мынау күшті оратор, күшті сөйлей алады, бұл сол үшін блог жүргізе алады емес. Бәлкім сен дисциплинасы мықты адамсың, и сен мынаның күшті сөйлегеніне қарағанда, сенің тұрақты жүргізгенің блогты 1000 есе артығырақ шығар.
Қақтан білесің оны? Тура осылай бүкіл сферада ананың көз әдемі, менің шашым онша емес. Оның көз әдемі, зато менің қасым әдемі. Мысалы, оның ерін үлкен, зато менің фигурам бар. Деген сияқты енді үйтіп те салыстырған қате, бірақ та ол адамның плюсын көріп тұрсың ба, өзіңнің де плюсыңды көре алшы деген мағынада айтып жатырмын да қазір. Вот, осылай ғана біз өзімізді өзгелермен салыстырып, наоборот, андай қуып, одан самайын, ойбай, мен жасым 20-дан асып кетті, уже мен үйтуім керек, бүйтуім керек, анаған жетуім керек, мынаған жетуім керек емес. Жолыңды еске ал. Өзіңнің мына жолыңа қара. Бұл жолмен Құдай сені бекерден бекер жаратпады, және осы жол сен үшін идеальный. Бәлкім сен мына Айдананың көрген қиындығын сен көретін болсаң, бәлкім сен көтере алмас бедің оны. Мына жақтағы көрінбей тұрған жолды ойлаш. Айдананың көрінбей тұрған жолын ойлан. И ол жолды саған көріп бәлкім керек те емес. Және үшінші нәрсе, тағы да бір утрировать еткендей боламын мен, бірақ айтып тұрмын ғой, Құдай бұл өмірге бізді әркімді әртүрлі миссиямен жібереді. Тіпті даладағы болмыш қалай өмірді сүрмеуге болатынына дейін үйретеді. Мысалы, бір адамды алайық. Адам суретін сала бердім отчетта бүгін мен. Міне осы адам, я. И бұл адам белгілі бір уақытта туылды, и белгілі бір уақытқа дейін өмір сүреді. Мысалы. Және осы аралықта, я, белгілі бір өлгенге дейінгі аралықта не істейді? Бұл адам өзінің миссиясын орындайды. Және де ол уақыт әркімде әртүрлі уақыт болуы мүмкін, достар. Соны біліңіздер. Біреу 20 жасында өлуі мүмкін. Я, 20 жасында. Өте қысқа уақыт өмір сүруі мүмкін. Біреу 80 жасында өте ұзақ уақыт өмір сүруі мүмкін. Біреу туыласа бір айлығында уже кетіп қалуы мүмкін да, өліп қалуы мүмкін. Я, возможно, сейчас утрирую, но поймите тот факт, что элементарный мысалды айтайын. Мерлин Монро, я, бәрімізге белгілі, өте әдемі, сұлу, прайм эрасы енді оның жап-жас кезінен басталды да, мысалы, өте ақылды, фигурасы деген бомба. Енді әлі күнге дейін бәріміз Мерлин Монроны танимыз, хотя көзін көрмесек те. Бірақ Мерлин Монро қанша жасқа келіп өлді? 36 жасында қайтыс болды. 35-36 жасында осындай жап-жас кезінде. Бірақ 36 жасына дейін Мерлин Монро не істеді? Өзінің армандаған өмірін сүріп, миссиясын жасап үлгерді. Бәлкім осы өмірге ол осы әдемілікті алып келу, адамдарға әдемілікті паш ету, көрсету керек болған шығар оның миссиясы. Енді екінші мысалды қараңыздар, KFC-дің основателі, шал кісі, білесіздер ғой, не логотипіндегі, мен оның атын білмейді екенмін. Бірақ ол не істеді? 60 жасында или 65 жасында осы KFC-ді ашқан болатын. Екінші мысал, міне 65 жасында KFC-ді ашты. 65 жасында. Ал хотя оған дейін ол кім болып жұмыс істеді, білесіздер ма? Фермерде жұмыс істеген, пожарник болған, жаңағыдай құрылысшы болған, короче, интернетті ашып көрсеңіздер болады, түрлі сферада жұмыс істеген да. Сөйтіп 65 жасында ол не істеген? Почему бы не пожарить курочку деген сияқты оймен бар. KFC қазір әлемдік деңгейдегі бренд та, былайша айтқанда. Видите, әркімнің өзінің жолы бар. Мерлин Монро да бұл өмірді әдемі сүрді, и жаңағы KFC-дің основателі бұл өмірді әдемі сүрді. 65 жас деген ол он опоздал или он не успел выполнить свою миссию деген сөз емес. Бұл жерде разница в чем? Разница в том, что екеуі де екі әлемдегі адам ғой. Енді мысалы KFC мен ол Мерлиннің вообще ешқандай қатысы жоқ деген сияқты. Бірақ менің жеткізгім келіп отырғаны, Мерлин де жап-жас болып та үлгерді жасап жасайтын нәрсесін, и KFC-дің основателі де шал болса да өзінің миссиясын орындап үлгерді. Поэтому, пожалуйста, хватит себя сравнивать с другими. Менің жасым 20-дан асып кетті, ана 18 жасында үй алды, мынау үйтті-бүйтті емес. Сіздің өзіңіздің прайм эраңыз келеді. Оған просто күнделікті әрекетіңіз жасай беруіңіз керек. Алдыңғы видеоларда да айтқан болатынмын. Біздің көзге көрінбейтін әрекетіміз, көзге көрінбейтін әрекетімізді ешкім көрмейді оны. Ешкім көрмейді. Бірақ көзге көрінбейтін әрекеттер бізде нені? Көзге көрінетін нәтижелерді шығарады. Міне.
көзге көрінбейтін әрекет көзге көрінетін нәтижелер шығарады. Сол үшін өтініш, өздеріңізді салыстыруды доғарыңыздар. Мына әдемі жолдарыңызға көңіл бөліңіздер. Дәл қазіргі сәтте көбірек бақытты болуға тырысыңыздар. Және де әр адам индивидуальный екен, әр адамның миссиясы бөлек екен, әр адамның жолы бөлек екен, және көретін қиыншылықтар мен алатын сабақтары да бөлек екендігін ұмытпаңыздар. Менің инстаграмым Қабжанова Нұрай, тағы да көптеген пайдалы ақпараттарды осылай ютубыма жүктеп отыратын боламын. Оның алдында көптеген видеолар бар. Кіріп өтіп қараңыздар, міндетті түрде инстаграмыма тіркеліңіздер. Егер де бұл видео ұнайтын болса, өздеріңіздің стористеріңізге салып отметка жасауды ұмытпаңыздар. Всех люблю. Келесі видеоларда кездескенше.